Әруақпен жүздесу болған оқиға. Кешкілік Ерлан қалаға келе жатты. Айнала қараңғыланып барады. Қыстың қысқа күні бұлт қоранып, қызарып батып бара жатыр. Ертең аздап аяз болар деп ойлады Ерлан. Ойлағаннан тоңып қалды ма, бірден көлігінің жылытқышын шегіне апарып қойды. Астана алыста мұнартып көрінеді. Будақтаған түтін арасында қаланың сұлбасы айқындалмаса да, сансыз шырақтың жарығы бұлтты жарқыратып, қала мына жерде деп нұсқап тұрғандай. Ерлан Астанадан қашық емес ауылдың бірінде тұрады. Жазда құрылыста жүргенмен, қыста жұмыссыз. Балаларға бас көз болып үйде болады. Тек әйелі ғана жұмыс істейді. Ауылда емес, әрине, қалада. Үлкен сауда орталығындағы кинотеатрда жұмыстан кеш босайтындықтан ертерек ауылдан келіп алып, жаңадан шығып жатқан кинолардың біразын жұрттан бұрын тегін тамашалап үлгеретіні жақсы. Достары бәлен киноның дискісін алып келдім деп қалса, оны 3 ай бұрын көріп тастадым деп жауап береді маңғазданып. Ерланды мазалайтыны, әбден түнге қарай келіншегін қаладан алып кетуі керек. Жол жақсы, көлігі жүрдік дегенмен қыстың аты қыс, әрі түнге қарай соңғы кезде жүрексінетіні шығарды. Есіне соңғы оқиға түсіп кетті. Кешкілік ымыртта тағы қалаға қарай сулатып келе жатқан. Асығатын жөні бар. Бүгін келіншегінің туған күні. Ол да жұмыстан ерте сұранған. 1 сағаттан соң үйіне жора жолдастары жиналады. Үстелдің бар керегін әйелі түнде дайындап кеткен. Қаланың қаптаған көлікке толы көшесінің құрсауына шыққанша түн боп кетуі мүмкін еді. Қонақтар күтіп қалса тіпті ұят. Үлгермей қалуды тіпті айтуға қорқады. Ауыл мен қаланың ортасында басқа мекен жоқ, айдала. Жол ортада көліктер аялдайтын бір ғана жер бар. Сол жерден өтті. Аяқ суытар тұрақта бірнеше жүк көлігі мен бір автобус аялдап тұр. Тұрақтан бірер шақырым ұзаған бетте жол шетіне қарап отқан сұлба қараң ете қалды. Жақындап келгенде байқады. Жеңілдеу киінген 12-13 жас шамасындағы қыз бала. Ойбой, мына суықта не қып жүрсің, тоңып қалды ғой деп іштей күбірледі. Жылдамдықты кенет азайтты. Көлік ышқынып барып ірке тоқтады. Қыз жанына емес, көліктің артқы есігін ашып отырып алды. Жол бойы серік болатын адам отырғанына көңілденіп, неге айдалада жүрсің деп сұрағысы келді. Бірақ кішкентай балаға тіл қатудың ретін таппады. Әшейінде сайрап жүретін Ерланның кей кездері тұтығып, тосылып қалатынына жыны келеді. Қой, өзі сөйлессе сұрайын деп, кешкі сауықтың жоспарын қайтадан бүге-шүгесіне дейін бір пысықтап кетті. Қалаға 10 шақырымдай қалғанда жаңағы баладан қай жерге баратынын сұрау керектігі басына сарт ете қалғаны. Әптеп сұрауға оқталып, артына мойын бұрғаны сол еді. Қыз, аға, айып болмаса телефоныңызды бере тұрыңызшы, менікі дұрыс істемей тұр деп қиылды. Даусы біртүрлі жабырқаңқы естілді. Мына бала жылаған бөзі басына не қиыншылық туды екен. Ойын жинақтап үлгермеді. Қыз біреумен сөйлесіп жатыр. Аға, неге сол жол қателікке бой алдырдыңыз? Жолда абайлап жүрмедіңіз бе? Мені қинадыңыз ғой. Атанам қалды ғой зар жылап. Көз жасын жұтып тұр. Даусы құмығыңқы. Көліктің даусынан айтқанының Ерланға бір естіліп, бірі естілмей жатты. Тұтқанның арғы жағындағы кісіні ауыр айыптап сөйледі. Жас қызға жаманшылық жасаған, қандай қара жүрек деп ойлаған Ерланның бойы бір қызынып, бір суыды. Не қылған қиянат ол? Қараса, қалаға кіре берістегі бекетке 5-6 шақырым қалыпты. Жылдамдықты азайту керек деп ойлағанша, телефоны жанындағы орынға сарт етіп құлап түсті. Қыз, аға, осы жерден қалдырып кетіңізші деді. Жылдамдық тағы да кенет азайды. Көлік іркіліп қалғанымен тоқтай алмай сырғанап келеді. Ерлан мынадай кеште жас баланы далада қалдыра алмайтынын айтпақ болып салонға бұрылып үлгермеді. Есік сарт етіп жабылды. Сырғанап бара жатқан көлік біраз сүйретіліп барып тоқтады. Артына қарап еді, әлгі қыз көрінбеді. Жолдың қарсы бетінен де байқалмады. Әрі-бері қарап баланы таппай дымы құрыды. Осы кезде телефоны шу көтеріп қоңыраулата бастады. Көтерсе келіншегі, қайда жүрсің, күтіп қалдым ғой. Ерлан болса жол бойындағы жайтты түсіндіріп, созбалап отыратын жағдайы жоқ. Алды-артына қарады. Қыздың қарасы көрінбеген соң, қолды бір сілтеп газды басты. Жарты сағаттан соң сыртқа шыға бер деді келіншегіне. Кіре берістегі бекеттен өтті. Жолдағы полицейлер бұған назар салмады. Телефонмен сөйлесіп тұр екен. Есіне қыздың біреумен өз телефоны арқылы сөйлескені сарт ете қалды.
Дереу тұтқаны қолына алып, нөмірді тауып алды. Гудок барып тұр. Алло, алло деп қайталаған жігіттің даусы естілді. Жаңа сізге бір қыз звондап еді деп сөзінің соңын жұтып, я дегеннен басқа жауап жоқ. Неден бастап сұрарын білмей абдырап, Ерлан тұр. Сәл кідірістен соң тұтқанның арғы жағындағы жігіт сайрап сала берді. Аға, сіз көлік тізгінінде шығарсыз деп сұрады. Жауабын күтпестен сөзін жалғай бастады. Сіздің көлікті тоқтатып, жолдан мінген қыз маған телефон шалды. Ол қыз жолай көлігіңізден түсіп қалғасын маған қоңыраулатқан шығарсыз. Мынау бәрін біліп тұр. Бәрін білгіш тәуіпсің бе деп қағытқысы келді. Бірақ үндемеді. Аға, мән жайды түсіндірейін, сіз бір жерге аялдаңызшы. Тізгінде отырған кезіңізде ештеңе айта алмаймын деді жігіт. Жарайды деп күбірлеген Ерлан бір дүкеннің алдындағы машинаның қасына жанасалай тоқтады. Аға, былтыр күзде аса бір жайсыз күні жолға шықтым деп бастады бейтаныс жігіт әңгімесін. Қар аралас жаңбыр жауып тұр еді, жер қатты тайғақ. Өте маңызды шаруамен жолға шығып кеткесін үйге қайтуға қиынсындым да, алған бетімді жалғастыра бердім. Бара жатқан жолымда көлік сирек екен. Ештеңеге ұрынбаспын деп ойлағанмын. Қателеспін. Бұрылыстың бірін талдар көлегейлеп тұрады екен. Қарсы беттен жеңіл көлік атып шықты. Тоқтай алмай, соған барып соғылдым. Оларда жер тайғақ болған соң жолдың ортасымен келе жатқан болып шықты. Есімді ауруханада жидым. Аяғым бірнеше қабырғам сыныпты. Омыртқа мен басыма зақым келіпті. Бәрін кейін білдім ғой. Сөйтсем, көлік иесінің қасында 12-13 жасар қызы келіншегі болған екен. Жігіт пен келіншегі жеңіл жарақат алғанмен қыз апатта көз жұмыпты. Менің кесірінен әрине. Қыршынынан қиылды ғой. Жігіт кемсеңдеп жылап қойды. Бауырым, жылама қой. Ерлан осылай деп әрі қарай тыңдады. Оқиға болғаны 1 жылдан асып кетті. Соңғы кезде сол қыз бала әруағы тыншымаған шығар. Осылай маған хабарласып тұрады. Жолда көлік тоқтатып мініп, жүргізушінің телефонымен маған қоңырау шалады. Ылғи айтатыны, аға, сол күні неге жолға шықпай қоймадыңыз деп айыптайды. Түнде осылай жиі хабарласатын болды. Сіз көлігіңізге отырғызған телефоныңыздан қоңырау шалған қыздың елесі. Аға, қорқпаңыз, оның сізге зияны жоқ. Байланыс үзіліп кетті. Ерланның бойы бір суынып, бір ысыды. Қолы терлеп кеткен, жүрегі тас төбесінен шықты. Елестеме, Құдайым сақтай көр. Тұтқаға бір қарайды. Терезеден дүкен маңайына бір қарайды. Дүкеннен шығып бара жатқан кісілерді көңіліне медет тұтты. Бала кезінде әжесінің елес көрсең бисмиллахи де. Соңғы хи дегенді қаттырақ айт. Шайтан болса, сол сөз қуады дегені жадында қалыпты. Бірнеше рет қайталады бісмілласын. Рөлді қолына алса, 2 қолының дірілдеп тұрғанын байқады. Көлікті жүргізе алмайтынын сезді. Есіне осы маңайда тұратын досы түсті. Әупірім деп ауылға жетті. Ерланның бірер айға шейін жүрегі орнына түскен жоқ. Әңгіме авторы Бек Қараша. Осы оқиғаны інімнің досы айтып берген. Соның басынан өткен. Қазір ол жалғыз көлікке отыра алмайды. Ылғи салонда біреу отырған секілді болып елестей береді.